өзім ASMR видео көргенді өте жақсы көремін. Дәл сен сияқты. Ұйықтай алмай жатырсың ба? Дұрыс, мен де сен сияқты ұйықтай алмаймын. Енді бұдан былай бұл мәселені бірге шешейік, жарай ма? Мен видеолар түсіремін, сен видеоларға белсенділік танытып, мені қолдап отырсам болды. Келістік қой? Жақсы, өте жақсы. Барлығы жақсы ғой, иә? Тоңып жүрген жоқсың ба? Жақсы. Айтпақшы, Каспий магазиннен біраз заттар тапсырыс бергенмін. Сол заттарың келді. Жаңа бастап ашып қарадым да, сенімен бірге бөлісейін деп шештім. Қазір көрсетсем. Сен Каспийден заказ берген жақсы көресің ба? Мен де жақсы көремін. Себебі ол жерден асықпай қарап, салыстырып, отзывтарды оқып, жалпы өте жақсы. Мен өзім дүкен аралағанды ұнатпаймын. Дүкенге барсам, қай затты аларымды білмей басым қатып кетеді. Тез шешім қабылдай алмаймын. Жарайды. Міне. Маған осындай пакетпен жіберіпті. Міне ашып бастап жатырмын. Бұл менің телефоныма заказ берген чехолым. Әдемі ма? Ұнады ма? Менде iPhone жоқ. Қандай телефон екенін мүмкін өзің сезіп тұрған шығарсың. Өзімнің телефонымның түсі тура осыған ұқсайды. Сол себепті осыны заказ бердім. Қазір бір ашайын. Әдемі, иә. Жалғастырайық. Екінші бір затым. Ауыр екен. Бұл не деп тұрсың ба? Саған көрініп тұр ма? Бұл макияж кетіретін ғой. Менің косметологым осыны ал деп маған ұсынған. Соны Каспийден заказ беріп алып отырмын. Үйім суық, үй суық болғасын. Обогреватель қосып қойғам. Соның дауыс кедергі жасап жатыр, ренжіме. Так, мынаны ашқым келіп тұр. Бәрібір өзім қолдануға алдым. Қазір ашамын. Мен әдемі аша алмаймын. Мен сыйлықты барлығын жыртып, быт-шытын шығарып ашамын. Қалай күшті. Қара. Үлкен екен. Қандай әдемі. Бұның аты доктор Алтея деп аталады екен.
біріншісі Skin Lab деген брендтің интенсивный крем екен. Терінің барьерін дұрыстауға өте жақсы, маған ұнап тұр. Келесі бізде витамин В. Бізге бетімізді тарылтатын, упругость беретін гель крем екен. Ол да күшті екен, ұнады маған. Одан кейінгі 15% витамин С. Бетке жылтырлық беретін, бетті әрлендіретін, тақтарды болса соны кетіретін сыворотка. Бұл сыворотканы мен қолданғанмын. Бірақ егер шынымды айтатын болсам, маған қайсы қатты ұнаған жоқ. Мүмкін мен дұрыс қолданбаған шығармын. Жарайды. Одан кейінгі нәрсе, міне көріп тұрсың ба, қандай әдемі түс, иә? Nameless. Айтпақшы, мен ағылшын тілін жақсы білемін. Boost деп тұр. Boost деген ағылшынша көтеру деген сөз. Бір нәрсенің деңгейін көтеру, жоғарылату, күшейту деген сөз. 10% ниацинамид серум деп тұр. Яғни 10%-тік ниацинамидтің сывороткасы. Бұл вялая кожа деп айтады ғой. Бет қорғап кеткен, бір тусклый болып қалған, бір өңі кетіп қалған теріге арналған екен. Сыворотка пайдаланып көремін. Егер ұнаса, міндетті түрде сатып аламын. Мен осы көрсеткендердің, осылардың біреуін болсын қолданып көргенсің бе? Қолданып көрсең, маған айт, иә. Қайсысы жақсы, қайсысы жақсырақ әсер етеді, қайсысы онша емес деген сияқты, иә. Жарайды. Күтемін сені. Менде басқа заттар негізі болды, шынымды айтайын. Олар алдыңғы күні келген. Өте көп, менде көп косметика келді. Себебі мен жақсы бір косметолог таптым. Сол үшін ол маған күшті, маған уходтар жазып берді. Мен оның бәрін сатып алдым. Мен оны міндетті түрде саған көрсетемін. Себебі қазір косметологтар бізге дұрыс ақыл айтпайды, дұрыс жол көрсетпейді. Көбісі енді ақшаны ойлайды. Дұрыс айтасың. Мен мынау чехолыма әлі сынып тұрмын. Қандай күшті. Менде тағы бір чехол бар. Осыған ұқсайды ол да. Бір нәрсе айтайын ба? Менің телефоным сирек кездесетін телефон. Оған чехолмен мүлде таба алмаймын. Кез келген дүкеннен сатып ала алмаймын. Тек интернет арқылы тапсырыс беремін. Өйткені бұл телефон менің ойымша өте аз шығарылған сияқты. iPhone емес, басқа бір марка. Сол себепті өзім көбелектерді жақсы көремін. Қалай күшті деп қуанып отырмын, балаша қуанып отырмын. Я, неге қуанып отырмын? Өйткені менің жақсы көретін нәрселерім және менің сүйікті түстерім. Мен жасыл түсті өте қатты жақсы көремін. Бірақ жасыл түсті көп кие бермеймін. Сол себепті де сен жақсы көретін түсің